Өскен соң тәрбиелейм деген бос сөз балам. Дұрыс қой, апа. Біріншіден Керімжан, балалардың көзінше дауыс көтеріп ұрыспаңдар. Екіншіден, баланың алдында әкесінің беделін сүрме. Себебі оны көріп өскен бала ертең өзіңді де қадірлеуді қояды. Апа, енді су ішем деп тұрып алды ғой. Енді балаң бір 10 минут суды кешігіп ішсе ештең етпес. Ыдыс аяғыңды жуып болған соң құйып бере сал. Болмаса, балаңа су құйып ішуді өзің үйрет. Апа, енді бұл кішкентай ақ нәрсе ғой. Ол кішкене нәрсе емес Керін. 4 жасар балаң. Қазірден су құйып іше алмаса, ертең 50-ге келгенде де мойныңда отыратын болады. Егер үйде ер адамның беделі төмен болса, тіл алмайтын ол, ұялмайтын қыз содан шығады деген. Мен әрқашан балаларыма әкелеріңнің киімін жоғары қойыңдар. Әкелеріңнің аяқ киімін жөндеп қойыңдар. Әкелеріңнен рұқсат сұраңдар деп ылғи айтып отыратынмын. Әкелері де аналарыңа рахмет айтыңдар. Аналарың ренжіп қалмасын. Аналарымен ақылдасыңдар деген сөзді жиі айтып отыратын. Сөйтіп біз бір-біріміздің абыройымызда өзіміз көтеріп отыратынбыз. Дұрыс айтасыз, апа. Балаға жай ғана сөз емес. Іс-әрекетіңмен де үлгі болу керек. Балам ханзада болсын десең, әкесің қандай күт балам.